Сәлем балалар, бүгін 91-ші сабақ, бірінші тапсырма. Есепті шығар. Қолөнер шеберлері көрмеге 90 бұйым қойды. Мінекей 90 бұйым астына сурет көрсеткен. Олардың 50-і ағаштан, мінекей 50 ағаштан, және бірнешеуі саздан салынған. Көрмеге саздан жасалған қанша бұйым қойылды. Теңдіктердің қалай жазылғанына қара, бос түркездердегі тиісті сандарды таңда дейді. Алдымен біз саздан қанша бұйым жасалғанын табуымыз керек. Ендігі барлығы 90, оның 50-і ағаштан, бірнешеуі саздан. Оны табу үшін не істейміз? Қандай теңдік құрамыз? Оны табу үшін 90-нан 50-ді азайтамыз, мінекей. Бұлай шығарсақ, мінекей барлығы 90, ағаштан 50, саздан белгісіз. Оны табу үшін 90-нан 50-ді азайтамыз, сонда 40. Біздің құрған теңдігіміз мынау. 90 азайту 50 тең 40. Жауабы саздан 40 бұйым жасалған. Енді мына бос төр көздерге тиіс сандарды атайтын болсақ, мына 50-ге белгісіз санды қосақ 90 шығады. Оны табу үшін біз 90-нан 50-ді азайтамыз. Сонда белгісіз орынға 40 деген санды қоямыз, яғни 50 қосу 40 тең 90-ға. Келесі 90-нан бір санды азайтсақ 50 шығады екен. Ол санды табу үшін біз 90-нан 50-ді азайтамыз, сонда 40 шығады. Яғни бос орынға 40 деген санды қоямыз, сонда 90 азайту 40 50-ге тең болады. Келесі 90-нан бір санды азайтсақ 40 шығады екен. Ол санды табу үшін біз 90-нан 40-ды азайтамыз. Сонда 50 шығады, яғни бос орынға 50 деген санды қоямыз. Сонда 90 азайту 50 40-қа тең болады екен. Мінекей бірінші есептің асын осылай орындаймыз. Келесі тапсырма. Музей залына 20 ұлттық киім, 10 ыдыс қойылды. Барлығы неше бұйым қойылған? Барлығы неше теңдікті қалай жазамыз? Яғни барлығын табу үшін мына ұлттық киім мен ыдыстар санын қосамыз, мінекей. Яғни ұлттық киім 20, ыдыс 10, барлығы белгісіз. Барлығын табу үшін 20-ға 10-ды қоямыз. Яғни біздің теңдігіміз 20 қосу 10 тең 30. Жауабы барлығы 30 бұйым екен. Мінекей бір әні осылай шығарамыз. Келесі екінші тапсырма белгісіз компоненттерді тап дейді. Яғни бізде осылай кестемен берілген. Бірінші қосылғыш 4-ке тең, екінші қосылғыш 6-ға тең, ал қосындының мән белгісіз, яғни 4 пен 6 қосамыз 10 шығады. Келесі бірінші қосылғыш белгілі, екінші қосылғыш белгісіз, қосындының мәні белгілі 10-ға тең. Мынаны табу үшін біз 10-нан 4 азайтамыз, сонда 6 шығады, яғни бос орынға 6 деген санды қоямыз. Келесі бірінші қосылғыш белгісіз, екінші қосылғы белгілі, қосындының мәні белгілі. Мына бірінші қосылғыш табу үшін біз 10-нан 6-ны азайтамыз, сонда 4 шығады, яғни бірінші қосылғыш 4-ке тең екен. Келесі азайғыш 10-ға тең, азайтқыш 4-ке тең, айырым мәнің мәні есептің жауабында белгісіз. Оны табу үшін біз 10-нан 4-ті азайтамыз, 6 шығады, яғни айырманың мәні 6-ға тең. Келесі азайғыш 10-ға тең, азайтқыш белгісіз, айырманың мәні 6-ға тең. Азайтқышты табу үшін 10-нан 6-ны азайтамыз, сонда 4 шығады, яғни азайтқыш бізде 4-ке тең. Келесі азайғыш белгісіз, азайтқыш 4-ке тең, айырым мәнің мәні 6-ға тең. Бос орындағы санды табу үшін біз 4 пен 6-ны қосамыз. Сонда 10 шығады, яғни бізде азайғыш 10-ға тең екен. Мінекей екінші есепті осылай шығарамыз. Келесі үшінші есеп. Бос орындарға тиісті сандарды ата, өрнектерді жаз дейді. Бос орынға белгісіз санға біз 10-ды қоссақ 30 шығады екен. Мына санды табу үшін біз 30-дан 10-ды азайтамыз, сонда 20 шығады. Яғни бос орынға біз 20 деген санды қоямыз. Келесі 40-ға бір санды қоссақ 80 шығады екен. Ол санды табу үшін біз 80-нен 40-ды азайтамыз. Сонда 40 шығады. Яғни бос орынға біз 40 деген санды қоямыз. Келесі бір саннан 20-ны азайтсақ 30 шығады екен. Ол санды табу үшін біз 30 пен 20-ны қосамыз, сонда 50 шығады. Яғни бос орынға біз 50 деген санды қоямыз. Келесі 100-ден бір санды азайтсақ 20 шығады. Ол санды табу үшін біз 100-ден 20-ны азайтамыз, сонда 80 шығады. Яғни бос орынға біз 80 деген санды қоямыз.
Келесі бір саннан 70-ті азайтсақ 30 шығады екен. Ол санды табу үшін біз 30-ға 70-ті қосамыз, сонда 100-ге тең болады. Яғни бос орынға 100 деген санды қоямыз. Келесі бір санға 50-ді қоссақ 100-ге тең болады. Бұл санды табу үшін біз 100-ден 50-ді азайтамыз, сонда 50 шығады. Бос орынға 50 деген санды қоямыз. Келесі 30-ға 60-ты қосақ, мына жердегі сан шығады. Яғни 30-ға 60-тың қосындысы 90, яғни бос орынға 90 деген санды қоямыз. Келесі 40-қа бір санды қосақ 60 шығады екен. Ол санды табу үшін біз 60-тан 40-ты азайтамыз, сонда 20, бос орынға 20 деген санды қоямыз. Келесі 50-ден бір санды азайтсақ 10 шығады. Ол санды табу үшін 50-ден 10-ды азайтамыз, сонда 40 шығады. Яғни бос орынға 40 деген санды қоямыз, сонда 50-ден 40-ты азайтсақ 10 шығады. Мінекей үшінші есепті осылай шығарамыз. Келесі төртінші есеп. Көрмеге таңертең 30 адам, ал кешке одан 10 адам артық келді. Көрмеге кешке неше адам келді? Кері есеп құрастырып, оны шығар дейді. Яғни мінекей. Бірінші осыны шығаратын болсақ, таңертең 30, кешке белгісіз. Бірақ таңертеңге қарағанда 10 адам артық болды. Оны табу үшін біз 30-ға 10-ды қосамыз, сонда 40 шығады. Жауабы кешке 40 адам келді. Келесі бұған кері есеп шығаратын болсақ, таңертең 30 адам келді, кешке 40 адам келді. Кешке таңертеңге қарағанда неше адам артық келді? Оны табу үшін біз 40-дан 30-ды азайтамыз, 10 шығады. Сонда жауабы 10 адамға артық келді. Мінекей төртінші есепті осылай шығарамыз. Және соңғы есеп, сырғаларды 4 қобдишаға теңдей бөліп сал дейді. Яғни қобдиша бізде 1, 2, 3, 4. Ал сырға нешеу санап шығайықшы? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 сырғаны 4 қобдишаға теңдей қылып бөлетін болсақ, нешеден бөлеміз? Қалай ойлайсыздар? 1-ден бөлеміз бе? 1-ден бөлсек тең шығар ма? Жоқ, өйткені бірдей сан бір сырғадан ғана салсақ, 4 сырға кетеді, 4-еуі артық қалады. 1-дей болмайды. 2-дей саламыз ба? 2-ден салсақ. 2-ден салып көрейікші. Бірінші қобдишаға 2 сырға, екінші қобдишаға 2 сырға, үшінші қобдишаға 2 сырға, төртінші қобдишаға 2 сырға. Енді теңдей бөлінді ма? 8 шықты ма? Көрейікші. 2-ге 2-ні қоссақ 4 шығады. 4-ге 2-ні қоссақ 6, 6-ға 2-ні қоссақ 8. Дұрыс екен. Демек, әрбір қобдишаға 2-ден салсақ, теңдей бөліп шығады екен біз. Мінекей, сонымен әрбір қобдишаға 2 сырғадан бөлген кезде теңдей бөліп 8 сырғаны теңдей бөліп шықты. Мінекей балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.